ботаник оқушы бірінші бөлімі, екінші бөлімін көргілеріңіз келсе, осы менің арнама подписаться етіп, көп лайк жиналып кеттік. Привет, сәлем, сенің тапсырмаңды орындап келдім. Мінеки. Қане, тексеріп алайын. Мынан бәрі қате ғой. Тез шығар шынан қайтадан. Теңдігін жазбапсың, мен жазбайым. Жарайды қазір. Мен просто байқамай кеше өзімнің жұмысымды орындауға ұмытып кеттім. Кеше өзімнің жұмысымды істеуге ұмытып кетіппін. Короче, ал кеш, маған бәрібір сен жұмысыңды орындадың ба, орындамадың ба, ол сенің проблемаң. Мынаны да орындап кел. Потом мен сенен ешқашан сұрамайым. Әйтпесе қатем түзетіп отыратын жай жоқ. Ана екінші сыныптың ботаникінен сұрай салам. Ал. Жарайды. Орындап берейін. Сабақ басталды. Апай тыңдап отырмын. Балалар, бүгін біз тест жазамыз. Апай, алдыңғы жұмада да жаздық қой, енді бүгін дүйсенбіде де жазамыз ба? Болды балалар. Неге тест болды дейсіңдер? Алдыңғы жұмада сендер тесттен барлықтарын төмен бала алдыңдар. Тек қана ботаник сыныптағы ботаник Айжан ғана 5 алған. Сондықтан да бүгін қайтадан тест жазамыз балалар. Сендердің столдарыңда тұрған сол қағаз. Ал сол қағазды дәптерлеріңе көшіріп өздеріңіз теңдер. Ана жерде А, Б, В, Г деген А, Б, В, Г, Д дегенді көшіріп аласыңдар да өздерің ойша қоршайсыңдар. Жарайды мұғалім, мен қағаздағыны көшіре беремін. Так, тест сұрақтарым. Мына тесттің сұрақтары да қиын ғой өзі. Қалай есептесем болады? Мынандай қайдағы қағаз? Тесттің сұрақтары қиын. Ботаникке сұрау керек. Ботаник. Эй, ботаник. Не болды? Үй тапсырмасын. Ой, точно, қайда тапсырма, блин. Немене тесттің сұрақтарын айтшы. Бірінші сұрақ. Қандай ама бұма?
Мұғалім айтты ғой, ешкімнен көшірмейміз. Жарайды, саған бірінші сұрақты ғана қайтайын. Соңғы сұрақты өзің шешесің. Бірінші сұрақты, ал қалғанын өзің шеш. Мен саған көмектесе алмаймын. Өйткені мұғалімнің айтқанын тыңдау керек. Уәде ма, уәде? Барлық сұрақтарды айтшы. Екінші сұрақ қандай? Екінші сұрақ қандай деймін? Балалар, көшірмейміз, Айнұр. Неге Айжаннан сұрап отырсың? Ама бұма деп. Бірінші сұрақты білесің ғой. Алдында сабаққа келмеп едің. Өзірге ауырып қалдым деп көрдім ғой мен сенің ауырмағаныңды. Шығар тез, есебіңді ешкімнен көшірмей. Қасыңа барып тұрам. Осы тест дұрыс болмасын, сен мектептен шығарам. Сен бүкіл тапсырмалардың бәрін ботаник оқушыға істетіп жүрсің. Көріп жүрмін бәрін. Осы жол айтқан жақсы болды ғой. Енді екінші рет одан көшіруге сұрасаң, мектептен кете бер. Түсіндің бе? Көшіре берме одан. Сен күнде оны мазалайсың. Сондықтан да сенің кесіріңнен ол 2 айлық жазады. Мен оған бәрібір де 5 қойып берем. Өйткені оның үй жұмысы, оның жазуынан мен біліп қоям. Вот. Енді одан көшіруші болмай өзің шығар. 2 алудан қорқасың ба? Тіпті сен тұрбақ ұлдардың өзі 2 алмайды. Ботаник көрсетейін.